Қайырлы күн. Мынау мансабаттан ерекше есеп. Яғни тақырыптарға қатысы жоқ есеп. Бұл логикамен шығарылатын есеп. Кәдімгі күнделікті өмірге салып шығарасыз. Мысалы, бізге мына есепте былай берген. Бір адам 3 тауықты 460 теңгеге сатып алды деген барлығы. Сөйткенде не дейді? Бірінші тауық 4 күнде 3 жұмыртқа, екіншісі 3 күнде 2 жұмыртқа, үшіншісі 2 күнде 1 жұмыртқа. Былай қарап тұрсаң, анау айтылуының өзі адамды шатастырады. Оқыған кезде әдемілеп не істеу керек. Енді сұрақ қандай? Сұрақ 5 жұмыртқаны 50 теңгеден сататын болса, значит, бірінші жазып алу керек нәрсеміз не ол? 5 жұмыртқа 50 теңгеден 1 жұмыртқа қанша болды сонда? 10 теңге. Дұрыс па? 5-еу 50 теңге болса, біреуі 10 теңге. Бұл теңгеден сатса дейді, онда тауықтардың құнын қанша уақытта өтейді дейді. Тауықтардың құнын қанша уақытта өтейді. Оны білу үшін біз былай істейік. Қанша күнде? Аккуратно астына ерінбей бұндай есеп шығару үшін былай жазып алған дұрыс па? 4, 5, 6, 7, 8-ші күн, 9-ші күн, 10-ші, 11, 12-ші күн, 13-ші күн, 14, 15, 16, 17, ерінбеңіздер, жазбаңыздар. Сөйту керек те аккуратно қою керек. Бірінші тауық 4 күнде 3 жұмыртқа. Келеді, 4-ші күні 3 жұмыртқа туады екен. Келеді, 4-ші күні тағы да 3 жұмыртқа туады. Яғни әрбір 4 күн сайын 3 жұмыртқадан туып отырады, дұрыс па? Болды, белгілеп қойдық. Енді келесі. Мынау екіншісі 3 күнде 2 жұмыртқа екен. Екінші тауық 3 күнде әрбір 3-ші күні 2 жұмыртқа туады екен. Яғни мына жер, мына яқ. Келесі, 3-ші тауық бізде 2 күнде 1 жұмыртқа. 2 күн сайын 1 жұмыртқа туады. 1 деген сияқты. Енді қараңыздар, мына қоршап қойсыз, өйткені бәрін қоршаттық қой. Мағарты неге қоршамады деген сұрақ болмасын. Енді бізде қарайық, үшеуі де барлығы бірдей туып болған уақыт қай жер? 12 емес, осы жерге бір саналайық. Қанша жұмыртқа туады екен 12 күннің ішінде? 12 күннің ішінде бірінші тауық үшеуден 9 жұмыртқа туған. Келесі тауық екеуден 8 жұмыртқа туған. Үшінші тауық бізде 6 жұмыртқа туған. Барлығын қоссақ қанша? Мына екеуін қоссақ 17, мынаны қоссақ оған 23 екен. 23 жұмыртқа туған. Енді қараңыздар, біз егер осыны сататын болсақ, 23 жұмыртқаны сататын болсақ, бізде қанша болады? Бізде 230 теңге болады. 12 күнде біз 230 теңге табады екенбіз. Ал бізге қанша теңге керек? Мына тауықтарды өтеу үшін бізге 460 теңге керек. Как раз мынадан 2 есе көп емес па? Демек, мынаны 2-ге көбейтсек бізде 460 шығады. Демек, біз түсіну керек нәрсе не ол? Бізде 12 күнде осының жартысын туып, тауықтың жартысын ақтайтын болса туып, соны сататын болсақ, значит, 12 күнде 230 теңге табатын болсақ, 24 күнде 460 теңге табамыз біз. Демек, бізге осы мынау жұмыртқалардың барлығын, яғни тауық сатып алған тауықтардың құнын нестеу үшін, өтеу үшін бізге қанша күн керек? 24 күн керек. Бізде жауаптарда 22, 21 деп берілген. Мен ол сетін бағана интернеттен көріп қалдым. Соңғы жауабында 24 деген жауап тұрды. Яғни мынандай варианттар тұрды. Бізде осы 24 деген варианты дұрыс. Жалпы осындай қызықты есептер болады. Егер түсінбейтін есептеріңіз болса, мына номерге жіберіп отырыңыздар. Ағай, мына есептің шығару жолын салып беріңізші бізге деген сияқты. Түсінікті ме? Сияқты болып кетті. Осы Дәулет. Осы номерге WhatsApp-қа жазсаңыздар, мен сіздерге түсіндіріп бере аламын. Рахмет, сау болыңыздар.